Құрметті достар, мен бүгін жаңағы голосование жасадым. Класс және объект жайлы тақырыпты өттім ба десеңіз, көп адам жоқ деп айтады. Негізі бірақ қысқа айтып кеткен болатын. Бірақ енді 10 минуттың ішінде барлық нәрсені айтуға тырысайын. Бұл жерде мен метанит деген сайтты қолданамын. Теориясынан, практика жағынан оңай болсын деп. Не болмаса кітаптан да теориясын оқымасаңыздар да болады, объект деген еді. Ал енді кішкене ана теория жайлы айтып кетемін, потом практика соны теория жайлы айтып кетемін. Класс негізі 3 бөліктен тұрады. Осын жаттап алыңыздар. Өйткені қалай айтсам екен, мынандай сөз айтпаңдар, класс объекттен тұрады деп айтпаңдар. Класс арқылы біз объект құрамыз. Класс деген бізге ол алдында айтқандай үлгі шаблон болып саналады. Сонда сызбасы деп айтылуға болады, объекттің сызбасы. Сонда класста 3 нәрседен тұрады екен: айнымалылардан және методтерден. Осы әрекеттер, мысалы машина деген класс алсақ, соның методы бар. Драйв деген мәші жүреді, стоп десе мәші тоқтайды, іс әрекет, қимыл. Ал айнымалылар бұл жерде деректер, state деп айтады, состояние деп. Бұл жерде айнымалар солардың жаңағы мәшиненің жылдамдығы 60 км/сағаттан 0-ге түсті деп сондай мәндер, деректер өзгеріп отырады. Осы айнымалы болады. Ал конструктор деген, осы конструктор арқылы біз объекттерді құрамыз. Соны естеріңізде сақтап алыңыздар. Ал енді іске кірісейік. Енді мына теориядан айтылу бойынша Java объекті бағытылған тіл болып саналады. Және бұл жерде класс пен объект екеуі бірімен өте басты рөл ойнайды. Біз OOP-ның негізі болғандықтан, біз объектпен жұмыс істегендіктен объект и класс бірімен өте басты рөлдерді ойнайды. Өйткені біз объект арқылы жұмыс істейміз. Наследование болсын, полиморфизм болсын, бәрін объект арқылы жұмыс істейміз. Енді айтқандай, кез келген программа Java-да дейді, неше түрлі объекттердің бір-бірімен байланысы. Мысалы, жаңағы машина деген объект болса, оны бөлсек бірнеше объекттен тұрады. Есік деген бөлек объект, мотор деген объект бөлек. Бірақ бәрі-бірімен методтер арқылы байланысады. Енді жағын айтқандай, класс біздің жағынағы сызба болып келеді, немесе үлгі болып келеді деп айтылған мына жерде. Көрдіңіздер ме? Шаблоном или описанием объекта является класс. Класс дегеніміз объекттің үлгісі немесе объекттің сипаттамасы деп айтады. Ал объекттің өзі класстың экземпляры деп аталады, немесе класс үлгісі, класс үлгісінен шыққан шынайы объект. Класс сонда біздің сызба болып, ол дүниеде жоқ нәрсе болса, ал объект біздің өзіміз көзіміз көріп ұстай алатын нәрселерді соны объект деп айтамыз. Енді мысал жағынан мына жерге айтқандай, мысал келтірген, мына мысал айтылады, адам дейді. Адам бұл жерде класс ретінде болып тұр, өйткені адамның 2 қолы, 2 аяғы, басы болады. Бірақ егер Данияр деген нәрсені сол шаблон арқылы біз Даниярды құрсақ, ол Данияр деген шын өмірде адам. Сонда айтылғанда фактически экземпляр данного класса. Сонда класстың таза экземпляр деп айтылды. Сол үлгісінде, класс үлгісінде экземпляр жасалды деген сөз. Осыны объект деп айтылады. Сол үшін жаңағы собеседование болған кезде, теория болған кезде, класс неден тұрады деген кезде, класс объекттен тұрады деп айтқан дұрыс емес. Біз класс арқылы объект құрамыз. Енді класс айтып кеткенде 3 нәрседен тұрады: айнымалылардан, методтерден, конструктордан. Енді классты шақыру үшін біз осы уақытқа жазып келдік бірнеше рет. Класс деген кілттік сөзі бар екен. Мен қазір көрсетемін сіздерге практика жөнінде. И біз person деген классты құрамыз. И және айтылғандай, класстың кілттік сөзін қолданып, одан кейін класстың атын бергеннен кейін фигуралы жақша ашылады және фигуралы жақша жабылады. Көрдіңіздер ме? После названия класса идут фигурные скобки дейді. Оның ішінде жаңа класстың денесі болады. Оның ішінде дейді жаңа айнымалылар және методтер болады и конструктор болады. Енді мына жерге айтылғандай, кез келген объект дейді, 2 негізгі характеристикасымен қасиетіне тән дейді. Біреу состояние деп айтады, жаңа state деп айттым ғой. Жаңа объект, мысалы, бір деректі, мысалы, машина жүрген кезде 60 км болды, оны 60-тан 0-ге түсірдік. Сондай деректерді өзгеріп отырады. Мысалы, машинаның түсін өзгерту керек болса,
ол уже іс-әрекет поведение деп аталады, немесе действие іс-әрекет деп аталады. Сол кезде біз мысалы метод шақырамыз. Change color десек, біз метод арқылы біз класстың ішіндегі деректерді өзгертеміз. Мысалы біздің машина түсін, оны ақтан қараға бояймыз. Ал бояу деген бізде іс-әрекет болғандықтан бұл поведение деп аталады. Бұл поведение деген нәрсеміз метод, behavior деп аталады ағылшын тілінде. Сонда бұл метод деген мағына білдіреді. Ал состояние деген state деген нәрсеміз. Ол біздің жаңағы біздің мәніміз, қандай түсте тұрған мәнін білдіреді. Мысалы 10 болуы мүмкін, 0 болуы мүмкін, сондай сандардың мәнін өзгеріп отырады. Енді сол мәнді сақтап тұру үшін объектте бізде айнымалылар немесе жаңа класс айнымалын қолданамыз дейді. Оның жаңағы жұмыс істеу принципін өзгерту үшін бізде объектте метод қолданады дейді. Мысалы қазір біз метод қолданамыз, display info деген. Ол біздің жаңағы адамның аты бойынша атын және жасын экранға шығарып береді. Бірақ бұл жерде біз ешқандай іс-әрекет арқылы біз адам мен оның жасын шығаруды метод қолдандық, ол бізге атын шығарып берді. Осы іс-әрекет болды. Енді біз атын да өзгерте алатын тағы да метод жазуға болады, бірақ оған қатысы жоқ мысалымызда қазір. Ал енді бастайық. 10 минутқа тырысам, тез өтуге. Сабақ 5 деп кетем. Пакет құрып аламын бөлек-бөлек. Енді жаңағы мысалдағыдай person деген классты құрамыз. Көрдіңіздер ме? Класс public деп автоматты өзі жазылады. Person деп класстың аты және файлдың екеуі бірдей болу керек. Сонда міне фигуралы жақшаның ішінде осының класс денесі деп аталады. Осының ішінде бізде айнымалы болады. Int. Мысалы қазір жазып кетеміз. Int age. Потом бұл класстың ішінде мен жаңа айтқандай метод болады, іс-әрекет. Мысалы мына жердегі мысалды ала саламыз біз. Display info. Мына printf'ті қолданбаймын. Өзіміздің үйреніп қалған принтерлерді қолдана саламыз қазірше. Сонымен біздің енді жаңағы мына жерде айнымалымыз бар, конструкторымыз жоқ болғандықтан бізде конструктор біз үшін компилятор өзі үшін құрып береді. Мысалы мен қазір psvm деп жазам. Енді жаңағы person классымыз біздің тип болғандықтан, өзіміз программистер құрған тип болады деп саналғандықтан, біз жаңа тип өзіміз ойлап шығардық, person деп алады. Оған объектілі сілтеме деп айтылады, мына person, және конструкторды қолданамыз. Мына жерде конструктор еш жерде көрмей тұрсыздар. Конструктордың ережесі класстың атымен бірдей болу керек. Бұл арнайы метод, оның ерекшелігі басқа методтерден класстың атымен бірдей болу керек. И байқасаңыздар, мына жерде көрдіңіз бе? Жақша тұр. Бұл жерде сізге көрінбейді. Бұны жаңа үнсіздік конструктор деп аталады. Орысшасы конструктор по умолчанию дейді. Немесе ағылшын тілінде default конструктор деп айтады. И және мына жерде қарасаңыздар, ол біздің жаңа конструктор жоқ болып тұр. Сізге мысал ретінде қазір көрсетем қайтадан. Мен аламда Alt Insert батырмасын басам, конструкторым, Select None таңдайым. Міне көрдіңіздер ме? Мынау 103 деп шықты. Бұны алып тастасам да болады қазір. Біреуін алмай тұрып көрсетем сіздерге. Енді маған объект құрып алғаннан кейін, мен енді объекттің айнымаларына тікелей бара алам, немесе сол жаңа класс арқылы құрдық қой объектті, айнымалысынан да және де методіне бара алам. Маған
жасын чыгаруу керек болгон. Қазір маған ол 0 деп чыгарып берет, өйткені біз ешқандай оған жасын бермедік. Үнсіздік бойынша инттің мәндері 0-0-ға тең, объекттер болса 0-ға тең. Міне көрдіңіздер ме? Age 0. Енді мен мына жердегі конструкторды алып тастаймын, жауып тастадым. Мына жерге out деген папкаға кіріп қарасаңыздар, сабақ қанша 5 шықпады ол мына жерде. Қазір міне енді шықты. Міне қарасаңыздар, біздің жаңа жазып кеткеніміз міне age'imiz бар байткодта. Не көрдіңіздер, қарасаңыздар, үнсіздік бойынша конструктор пайда болды. Міне біздің жазған нәрсеміз міне класс бойынша шықты. Java емес, исходник емес. Уже біздің үшін компилятор өзі Java машина компилятор қосады. Қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады, өзіңіз білесіз, өзіңізге ыңғайлы болу үшін. Негізі қоспа қойсаңыз, ол болды абзал. Біз үшін компилятор қосып береді. Енді класс, метод, конструктор жайлы түсіндік деп ойлаймын енді. Енді ары қарай біз экранға шығаруды үйрендік методты шақыру арқылы. Енді мына жерде айтылады, класстар дейді, әртүрлі файлдарда шақырылады дейді. Бұл жерде мысалы біз екі класс қолдандық дейді. Мына класстың аты, біреуінің аты класстың аты программ деп аталады, бір класстың аты person деп болады. Бірақ мына жерде бір ережені естен сақтап алыңыздар. Бір файлдың ішінде екі класс бола береді, бірақ біреу ғана паблик болу керек. Қай жерден программа басталатынын түсіну керек, көрдіңіздер ме? Бір ғана модификатор паблик болады. Бізде мысалы программда паблик болып тұр. Енді мысалы біздің мысалымызға қарасақ, біз personның өзіне тұрып, өз-өзінен шақырып отырмыз. Енді мен мынаны алып тастаймын, PSVM-ді. Енді мен тағы да жаңағы ереже бойынша қойып көрем қазір. Public class program деп. Көрдіңіздер ме? Қате беріп тұр, мына жерде айтып тұр. Болмайды дейді, бірақ та ғана паблик болады деп. Енді мен аламда мына жердегі классты құрған кезде бізде үнсіздік бойынша person'ды паблик етеді. Мен енді аламда қазір программ деп бөлек жасаймын. Программ. Енді мен бүкіл программалар басталатын жерлер public static voidмен жұмыс істейсіздер. Сондықтан осы кілттік сөз PSVM деп аталады. Енді мен жаңа өзім person деген классымды шақырам. Жаңа тип, өзім жасаған тип person деген. Енді бұл типтің атын берем, айнымалысын берем. Per деп қояйын, new person. И және жаңағы per деймін да, мен енді мысалы айнымалысына тікелей, мынау негізі дұрыс емес, тікелей біз мәндерді өзгертпейміз. Біз мәндерді бір есептеулерді тек қана метод арқылы мен жұмыс істеуіміз керек. Мысалы age-ді 13-ке ауыстырып қойдым. Енді мен per деймін да, display info мен жаңағы адамның жасын шығарып беремін. Көрдіңіздер ме? Age 13 болып шықты. Міне мына методты шақырдым. Егер мынаны Ctrl басып бүйтіп бассаңыз, жаңағы personге қайтарады. Қай жерде қолданып тұр дейді, бір usage қайтадан Ctrl шыққан сол жағын бассаңыз кете бересіздер ары бері. Сонымен так. Егер жаңа объект болса 0 болады деп айттым, оны түсіндіріп кеттім сіздерге. Енді қараңыздар, мына жерде жаңа объект қалай құрылады, біз жаңа істеп отқан нәрсеміз. Мысалы тікелей мән бердік, жаңа мысалы person Tom деп ат қоя сапты. Біз тек қана age-ді ғана қойдық, және соның жаңа метод арқылы жасы неше екенін шығардық. Оператор жаңағы есін тағы айтып кетейін. Конструктор тек қана new деген кілттік сөзімен бірге ғана жүреді. Сіз оны person деп басқа жерде шақыра алмайсыз. Есіңізде болсын. Және оның да конструктордың былай жазғаннан кейін типі person болу керек. Жалпы класс осы. Мына жерде
егер конструктор болмаса деген нәрсе бар. Конструктор бұл конструктордың перегрузкасы деп аталады. Өйткені сіз бірнеше конструктор жазып кетуге мүмкіндігіңіз болады. Мысалы, мына жерде 1% деген конструктор тұр. Менің аламда тағы да Alt Insert батырмасын басамын, конструктор таңдаймын. Мынандай конструктор шықты, person деген. Атын мен сразу мынаны шақырмай тікелей беруге болады. Мен енді person деймін да, Tom деген екінші объект құрам. New person. Енді мен personге жасын тікелей бере салам, 34 деп. Енді мен Tomның объектісінің, именно Tom'дікін шақырып отырмын. Tom'дікін шақырамын. Сонымен көрдіңіздер ме? Age 34 деп. Мен мысалы айнымалыға мән қоймадым. Мен тікелей жаңа конструктор арқылы параметрлер беруді арқылы үйрендік. Мына жерде қарасаңыздар, бір конструктор, екі конструктор, 3 конструктор. Атымен және жасын беретін. И және де қарасаңыздар, бәрін бір-біріне не болды, істеп отырды. Енді одан басқа тағы да this деген сөз бар. Ол әлі талай сабақта болады. Мен оны қалдырып кетем. Және де тағы да мынандай нәрсе бар. Конструкторда инициализатор деген нәрсе бар. Сіз осы уақытқа дейін біз жаңағы жасты беріп кеттік қой. Ал ол мына жерде конструктордың алдына жазып кетесіз. Мынандай ештеңе жазбайсыздар да, фигуралы жақшаның ашасында мәндерін алдына орнатып кетуге болады. Мысалы, age-ді 0 деп, немесе 18 деп. Сонда жаңағы объектіні құрған кезде ол автомат түрде 18 болып шығады. Мына жерде көрдіңіздер ме? 18 болып шығады. Сол қысқа сабағым бітті. Рахмет сіздерге. Тағы түсінбей жатсаңыздар, жазыңыздар. Метаниттің сайтын қазір YouTube-да описаниеда қалдырып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады.